Құрметті ұстаздар, қадірменді қонақтар, ардақты ата-аналар және аяулы шәкірттер. Сіздерді 1 қыркүйек білім күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Әлемдік пандемия өмірімізге түбегейлі өзгеріс әкелгені рас. Еліміздегі карантин талаптарына байланысты биылғы жаңа оқу жылы Қазақстан Республикасында орта білім беру жүйесі қашықтан оқытуға көшіп отыр. Осы орайда ұстаздар қауымына ата-аналармен бірге түсіністікпен жұмыс жасап, озық ойлы, өресі кең, өрелі шәкірттерді тәрбиелейді деп сенім артамын. Биылғы оқу жылында 458 оқушы және 21 сынып толымдылығымен мектебіміз оқу жылын бастамақ. Осы шәкірттерге 55 мектеп мұғалімдері қызмет атқарады. Өткен оқу жылында 431 оқушы мектебімізде білім алып, 21 оқушы 11 сыныпты бітірді. Бір оқушымыз алтын белгі иегері атанса, бір оқушымыз үздік аттестаттың иесі атанды. 9 оқушымыз ұлттық бірыңғай тесттің нәтижесі бойынша мемлекеттік грант иегері атанды. Осы жетістіктеріміз әрине ұстаздар қауымы мен ата-аналардың ерінбей еңбек етуінің арқасында деп білемін. Сондықтан ата-аналарға, ұстаздарға үлкен алғысымды білдіремін. Абай атамыз, адамның көңілі шын мейірленсе, ілім ғылымның өзі де адамға мейірленіп, оңай қолжетімді болады деген. Осы жолда қажымай, талмай, еңбектің өлшеусіз екендігін көрсетіп, ұстаз деген ардақты атқа лайық болыңыздар, құрметті ұстаздар. Білім жолындағы игі бастамаларыңызға педагогикалық табыс, шығармашылық ізденіс, жаңа серпін тілеймін. Құрметті ата-аналар, қиын сәттерде балаларыңызға тіреу болып, қолдау көрсетіп, баланың болашағы үшін үлкен еңбек ететіндеріңізге сенемін. Балаларыңыздың болашағы жарқын болсын. Еліміздің ертеңі аяулы шәкірттер. Болашақтарыңыз жарқын болу үшін талаптарыңыздар. Сіздердің ең үлкен еңбектеріңіз білім алу. Білімнің шыңына шығып, биік белестерден көрініңіздер. Биылғы жаңа оқу жылымыз толағай табыстарға, жағымды жаңалықтарға толы болсын. Жаңа оқу жылында баршамызға сәттілік серік болсын деп тілеймін. Құрметті ұстаздар, ата-аналар, аяулы шәкірттер, жаңа оқу жылымыз құтты болсын. Саламатсыздар ма, құрметті ұстаздар, ата-аналар және оқушылар. Сіздерді бүгінгі 1 қыркүйек білім алу күні мерекесімен құттықтаймын. Биылғы оқу процесі ерекше форматта өткізіліп тұр. Бұл қиындықтарды да бірлесе отырып жеңеміз. Қиындықтары менен қызықшылықтары мол жұмыстарыңызға толағай табыс тілеймін. Мерекелеріңіз тағы да құтты болсын. Құрметті ата-аналар, мектебіміздің ұстаздары мен оқушылары, жаңа оқу жылының басталуы 1 қыркүйек білім күні мерекесі құтты болсын. Биылғы оқу жылын 21 сыныппен басталғалы отырмыз. Ата-аналар, мектеп әкімшілігі, педагог, психолог, әлеуметтік педагог, мектеп ұстаздары сіздермен тығыз байланыста жұмыс жасайды. Оқушыларға сапалы білім, саналы тәрбие беруде мектеп ұстаздары аянбай еңбек етеді деп сенім білдіремін. Жаңа оқу жылының басталуы құтты болсын.